Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Ал жаңағы Смис, Executive Commission on Chinaның бастығы. Смис, ол кісімен біз қаталысып тұрамыз телефонда. Қалайсыз, ана мұна, мерекеде құттықтасып тұрамыз. Міне, ал сол кісі коронавирусты көтеріп жатыр. Қытайдың кеңірдегіне екі қолды сығып тұр ғой. Ар жағынан біз жазып тұрмыз. Қайтпаңыз, артыңызда біз бармыз. Қытай адамзаттың жауы, қыса түсіңіз деп, айызымыз қанып, рақаттанып біз тұрмыз. Және біз сияқты Қытайға қарсылар тұр. Енді бұл Трамптың кезінде көтеріліп барып, көтерілмей қалған коронавирустың енді көтерілуі. Бұл нені білдіреді? Трамп кезінде тиылған TikTok пен WeChat ашылып кетіп, енді қайтадан тиіп жатқан нені білдіреді? Демек, Америка Ресейдің шамасын әл-ауқатын білді. Ендігі жау Қытай деді. Оны ашық түрде Қытай адамзаттың жауы деді. Оны кім айтты? Трамп кезінде мемлекеттік істер бас хатшы болған Майк Помпео адамзаттың қас жауы Қытай коммунистері деп ашық айтты. Бұл да Қытайдың жүйкесін жұқартып отыр. Енді осының бәрін айтсақ, жағымды жаңалық күннен күнге көп. Ей жаратушы, шексіз құдірет иесі, күллі әлемді жоқтан бар қылған. Шексіз құдірет иесі, сенен күшті ештеңке жоқ. Астамсыған, такаппарсыған, құдірет сіңген орыс пен Қытайды тас-талқан қыл деп біз дұғамызды жасап жатырмыз. Астамсынып, Құдайды ұмытып, такаппар сасық көкірек болған орыс пен Қытайдың төбесінен жай түсірі тас-талқан қыл, жүректеріне үрей алады, ішкі берекесін, ішкі мұрасын ал, бұт-жұттарын шығар, қаржысын, малын күйрет, әскерін күйрет, орысты 30-ға, Қытайды 40-ға жүктеп таста деп дұға жасап, рахаттанып, жаратушының шексіз хикметіне қарап отырмыз. Міне, адамзатқа қауіп төндірген ғасырдан артық коммунистік, маркстік, радикалдық, фундаменталистік, фашистік жүйе орнатқан бұл екі елдің, ғасырлардың, бәленбай ұрпақ, атамыз, әкеміз жеп алысып өткен, енді бізге міне үшінші ұрпаққа келе жатқан осы жүйенің соңғы ажал сәтін көруге несіп қылсын. Соңғы ажал сәтін. Орыс пен Қытай коммунистерінің соңғы ажал сәтін көрдің аузында жанталасып, соңғы тұяқ серіпкен сәтін көруге сізбен бізді несіп қылсын. Амин. Бұл енді өте жағымды жаңалық. Мынау Ши Цзиньпиннің Мәскеуге баруын тілеп отырмын. Құдай, Ши Цзиньпинді ақылынан алжастыра көр. Мынау Қытай коммунистерінің, құдайсыз коммунистерінің басшысы Ши Цзиньпинді ақылынан адастыра көр. Оны өзіне және мына коммунистік жүйеге зиянды жұмыстар жасайтын қыла көр. Сөйтіп ең соңында мынау Қытайды тас-талқан қылатын жолға апара көр. Құдай деп тілеп тұрмыз. Бұл сықсиып, көзі сығырайып, ыржиып, Путиннің қолын алған сәт бізге жақсылықтың келетін сәті. Путин сұмырай мен Ши Цзиньпин сұмырай қол алысқан кез бізге жақсылықтың келген сәті. Батыстық демократиялық жүйе әлемдік екі жауыз радикалдық фундаменталистік коммунистік жүйенің зиян екенін біліп, батыс қайтадан тыңнан одақтасып, бейне кезінде Совет одағын құлатқан кездегідей одақтасып, енді осы екі жүйені құлатса, сіздің де біздің де арманымыз жоқ. Енді осы екі жүйе құласа, мен мына ән мен әншілердің көбін жек көрем, бірақ сол күні домбыра ұстап мен де ән айтып кетем. Қаулайлым, қаулау, қаулайлым деп, мен де ақын ой деп кетерім әкем. Соған жеткісін енді, уайым жоқ, қайғы жоқ, ашайын. Ал енді ол Ши Цзиньпин мен Путин құлаған күні тоқайып,
Тоқайып бұйым болмайды ғой, тоқайып бұйым болмайды ол күні. Ол күні, ой, қалың елім қазағым деп бір үндеу тастасаң болды. Сол күні бұтын бұт, қолын қол қылып, Тоқайыптың жаңағы енді бір тал шашы қалам екендеш. Қалың қазақ оның етін тістеп, сүйегін бүркіп, сорпасын ішіп тастауға дайын болып отыр. Мына зұлым жүйенің өңкөй жоғарда отырған алаяқ суайттары, әртістері, маймылдары, ұры қары қарақшылары, ол сол күні-ақ шипасы бітеді, сол күні. Өз ертесі тұрып, ойбай, қалқым Алматы өйтпеңдер, өй, тоқтаңдар дегенше, апаратын жеріне халық өз-ақ апарып қояды. Міне, сол күн келе жатыр. Қытайдың Ресейге қару-жарақ беретін, немесе чип бар ішінде. Кез келген уақытта ол чипті жұлып алып, дрон жасауға мүмкіндігі бар заттарды беріп жатқанын, Қытайдың осындай зұлымдыққа барып жатқанын Америка біліп отыр. Енді қазір біздің қолымызға бір видеолар түсіп жатыр. Әскери техникалар Қазақстанның бір мекемесінен, темір торы бар мекемесінен шығып, әскери техникалар оңды-солды жылжып жатыр. Осыны жіберген адамдар бізге анық дәлел көрсету керек. Ол қай жер, қайсы әскери мекеме, қашан, қай уақытта шықты? Бізге видеоны жібере салады үндемей отырады. Ол мүмкін Алматыдағы мына әскери мекемеден, Алматыдағы Брондайдағы бір әскери мекемеден екінші бір әскери мекемеге ауысып жатқан шығар. Оны қалай дәлелдейсіз? Сондықтан, анау видеоны түсіргеннен кейін бізге, біздің поштамызға жазып жіберіңіздер. Сағат бәленнен бәлен өткенде, міне, бәлен жайдың бәлен жүгін Алматы уақыты бәленде былай да былай болды. Жазып жіберіңіздер. Техника қайда бара жатыр? Мүмкін болатын болса айналайын. Сол техниканың артынан білдіртпей, ауысып, жора жолдас бар, ызбандап, сол техниканың артынан ілесіңіздер. Пойызға шықса, пойызға ілесіңіздер. Аңдыңыздар. Мынандай пойызға тиеліп кетті деп, дереу бізге хабар беріңіздер. Әрине, ондай дәлел деректер болса, біз бірден Америкаға, НАТОға беруге дайынбыз. Ал НАТО, әрине біздің ақпаратымызға ғана қарап тұрған жоқ. Олардың көкте спутнигі жетеді. Олар ол Алматыда екі құмырсқа ауаша шығып бір-бірімен сүйісіп жатқанын Америка көріп отыр ол. Ана Алатауда, Көктөбеде бір екі құмырсқа хаулым, Көктөбе деп жаңағы. Сөйтіп ән айтып, бір ақын құмырсқаменен бір жаңағы бұт жұтпай құмырсқамен бір бұт жұткіл құмырсқа махаббаттасып, ауашада сүйісіп тұрса, соны Америка көріп тұралады. Оның әзіргі әскери технология жетеді оған. Бірақ сіздердің берген ақпараттарыңыз артық болмайды да. Артық болмайды. Ол ақпараттарды біз жариялап жібереміз. Жоқ, құпия десеңіз, құпия жерге жеткіземіз. Артық болмайды. Сондықтан әр қазақ мына Тоқайып жүйесінің қылмысын ашуға дайын болу керек.